Әлемді түзеткің келсе, өзіңнен баста. Баласына бал жегенін қойдыра алмаған анасы Махатма Гандидан бір амалын сұрап барады. Баламның денсаулығына бал зиянды, бірақ қанша айтсам да қойдыра алмадым, тілімді алмайды. Мұны қойдырудың бір амалы бар ма? Бәлкім сіз айтып көрерсіз, дейді жалынғандай болып. Махатма Ганди ұзақ уақыт ойланып отырады да, сіз 40 күннен кейін келіңізші. Сол кезде айтайын мұның жолын. Қазір ештеңе айта алмаймын. Жарай ма? дейді. Арада 40 күндей өткеннен кейін шарасыздана әлгі ақсақалға баласын қайта алып келеді. Данышпан оларды бірден танып, баланы қолына алады да, бірақ ауыз сөз айтады. Бал жеуші болма. Сөйтіп бара беріңіз, болды дейді. Түкке түсінбеген ана, осы бір ауыз сөзі айту үшін 40 күн күттік пе? деп ашуланғандай болады. Сонда білгір асықпай, істің мәнісін бұлай деп түсіндіріп береді. Балаңызды ертіп келген кезіңізде, мен де бал жейтін едім. Сол кезде өзім жасаған нәрсені оған жасама деп ақыл айтқан болса, бала мені де тыңдамас еді. Денемдегі балдан құлантаза арылуым үшін 40 күн күтуім қажет болды. Мен оған ақылды енді айта аламын деген екен. Менің не айтқым келгенін түсінген боларсыз. Бұл жайды Лев Толстой бұлай түйіндейді. Мен ақымақ болып елді түзетпегенім, ақылды болып өзімді түзетуге кірістім. Сіз әлемді түзеткіңіз келсе, оған күшіңіз жетеді. Оған еш күмәнданбаңыз. Махатма Ганди көкірегі кең, өз ісіне сенімді кішкене дененің әлем тарихын өзгертуге қауқары жетеді деген. Ал Махатма Ганди өзі бал жемей, өз елінің тағдырын өзгерткен тұлғаның бірі. Ой қамшы кітабынан алынған, жинақтаған Нұрбек Бүркітбай, оқыған Қуаныш Толбекұлы.